Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы құрамында сапониндер бар дәрілік өсімдік шикізатын талдау. Тақырып бойынша қарастыратынымыз сапониндер жалпы түсінік жүктелуі, олардың физика-химиялық қасиеті, дәрілік өсімдік шикізатынан бөліп алу әдістері, және де құрамында сапониндер бар дәрілік өсімдік шикізатын сапалық талдау әдістері, құрамында сапониндері бар дәрілік өсімдік шикізатын сандық анықтау әдістері, және де соңғысы құрамында сапониндері бар дәрілік өсімдік шикізаты және олардың медициналық қолданылуы. Сапониндер, жалпы сапониндер дегеніміз латынша сапо, сабын дегенді білдіреді. Үш терпенді немесе стероидты текті табиғи қосылыстар болып табылады. Олардың көпшілігі беттік және гемолитикалық белсенділік танытады, және де суыққанды жануарларға улы болып келеді. Сапониндер көбінесе дәрілік өсімдік шикізатының құрамында гликозидтер түрінде кездеседі. Сапониндердің жіктелуі агликон немесе сапогенин деп те аталады. Құрылымына байланысты сапониндер екі топқа бөлінеді. Ол стероидты және тритерпенді. Тритерпенді сапониндердің өзі пента және тетрациклды болып жіктеледі. Ал стероидты сапониндер монодесмозиттер және де бисдесмозиттер болып жіктеледі. Алдарыңызда төменде стероидты және тритерпенді сапониннің мысал ретінде формулалары келтірілген. Және де гликозидтік бөлігі жоқ болса, агликонын сапониндердің сапогенин деп атайды. Соның құрылысына байланысты сапониндер тритерпенді және де стероидты болып жіктеледі. Сапониндердің физика-химиялық қасиеті. Олар түссіз немесе сарғыш түсті аморфты заттар болып келеді, дәмі ащы. Нақты балқу температуралары жоқ. Алайда сапониндер агликондары, сапогениндер, олар айқын балқу температуралары бар, кристалды заттар болып келеді. Және сапониндерден айырмашылығы, егерде көмірсутек байланысы болмаса, бөлігі болмаса, сапогениндер гемолитикалық белсенділікке ие емес, және де суыққанды жануарларға улы болып келмейді. Сапониндер жоғары беттік және гемолитикалық белсенділікке ие, егерде олар гликозид түрінде кездессе. Және де олардың гемолитикалық әсері эритроцит қабықшасындағы холестеролмен комплекс түзуіне негізделген. Олардың липидті қабығын бұзып, гемоглобинді эритроциттерден қан плазмасына өтуіне байланысты. Сол кезде қан мөлдір ашық қызыл түске боялады. Және де pH ортасына байланысты тритерпен гликозидтері, олар бейтарап және қышқылдық орта, ал стероидты сапониндердің сулы ерітінділері pH ортасы бейтарап болып табылады. Сапониндер оптикалық белсенді, гликозидтері суда және спирттерде жақсы ериді, органикалық еріткіштер ерімейді, ал сапогениндер керісінше суда ерімейді және органикалық еріткіштерде жақсы ериді. Олардың суда ерігіштігі қанттық қалдықтың көбейген сайын жоғарылайды. Егерде 1-ден 4-ке дейін қант қалдығы бар сапониндер болса, олар суда нашар ериді. Тритерпен жаңағы сапониндерінің маңызды химиялық қасиеттің бірі, олар фенолдармен, жоғары спирттермен және де стеролдармен кешендер құруы мүмкіншілігі. Сапониндердің сапалық анықтау әдістері. Сапалық анықтамас бұрын дәрілік өсімдік шикізатынан сығынды алынуы қажет. Сапониндерді бөліп алу үшін экстрагент ретінде 50% этил спирті қолданылады. Ұсақталған дәрілік өсімдік шикізатына 50% этил спиртін қосады. Су моншасында кері тоңазғы жалғап қайнатады, суытып сүзіледі. Алынған фильтратты су моншасында спирттан арылту үшін буландырылады. Қалған сулы бөлігін әрі қарай сапалық талдауға қолданылады. Дәрілік өсімдік шикізатындағы сапониндерді сапалық анықтау үшін әртүрлі реакциялар қолданылады. Олар 3 топқа бөлінеді. Сапониндердің физикалық қасиетіне негізделген, оған көбіктену реакциясы және де сапониндердің химиялық табиғатын анықтау жатады. Сапониндердің химиялық қасиетіне негізделген, оған түсті және тұнба түсу реакциялары жатады. Және де сапониндердің биологиялық қасиеттеріне негізделген, оған біз гемолизді жатқыза аламыз.
Біріншісі ол физикалық қасиетіне негізделген реакциялар, көбіктену реакциясы. Алынған дәрілік өсімдік шикізатынан сығындыны 1 минут ішінде пробиркаға құйып, қатты шайқаймыз. Сол кезде тұрақты көбік пайда болғанын байқауға болады. Бұл сапониндердің көбіктену қасиетіне байланысты, физикалық қасиетіне байланысты жасалатын реакция. Және де келесі бұл сапониндердің химиялық табиғатын анықтау. Бұл үшін 2 пробирка алынады, тығыны бар. Және де әр пробиркаға алынған сығынды құйылады. Сығынды құйылмас бұрын бірінші пробиркаға хлорсутек қышқылы құйылады, екінші пробиркаға гидроксид натрий ерітіндісі құйылады. Және де 2 пробиркаға да дәрілік өсімдік шикізатының сулы сығындысын құйғаннан кейін оларды 1 минут бойы шайқайды. Сол кезде 2 пробиркадағы пайда болған көбіктің бағанасының биіктігіне байланысты тритерпенді немесе стероидты сапонин құрамында бар екенін айта аламыз. Егер де тритерпенді сапониндері болған кезде 2 пробиркада да көбік бағананың биіктігі шамамен бірдей болады. Ал стероидты сапониндер көбінесе сілтілі пробиркада көбірек көбік түзеді. Және де көбіктік сан деген түсініктеме бар. Көбіктік сан дегеніміз шайқау кезінде 1 минут бойы тұрақты көбік беретін дәрілік өсімдік шикізатының сығындысының ең аз концентрациясы болып табылады. Көбіктік санды анықтау үшін дәрілік өсімдік шикізатының 1% тұнбасы дайындалады. Сол тұнбаны бірнеше рет сұйылту арқылы көбік түзетін ең аз концентрацияны табады. Қанша рет сұйылту жүргізіледі, сол санын 100-ге көбейту арқылы көбіктік санды табуға болады. Және де сол көбіктік санның шамасына байланысты құрамында сапониндері бар дәрілік өсімдік шикізаттар 3-ке бөлінеді. Егер де көбіктік саны 5000-нан жоғары болса, ол жоғарғы көбіктік сан. 2000-нан 5000-ға дейін болса, орташа, және де 2000-нан аз болса, ол төмен көбіктік сан дегенді білдіреді. Тағы да қайталап өтейік, көбіктік сан дегеніміз шайқау кезінде 1 минут ішінде тұрақты көбік беретін дәрілік өсімдік шикізатының сығындысының ең аз концентрациясы болып табылады. Келесі сапониндердің сапалық анықтау әдісі бұл химиялық қасиетіне негізделген. Бұны біз 2-ге жіктейміз. Бұл тұнба түсіру реакциялары және түсті реакциялар. Тұнба түсіру реакцияларына барий гидроксиді, 10% қорғасын ацетаты, 1% холестеролдың спирттік ерітіндісі реактивтерін қолдану барысында құрамында сапониндер бар дәрілік өсімдік шикізатының сығындысы осы реактивтермен тұнба береді. Түсті реакциялар Лафон реакциясын жатқызсақ болады. Пробиркада жүргізіледі реакциялар. Алынған дәрілік өсімдік шикізатының сығындысына мыс сульфатын және де концентрленген күкірт қышқылын қосып қыздырады. Сол кезде көк жасыл бояу пайда болғанын байқайды. Келесі бұл Сальковский реакциясы. Алынған дәрілік өсімдік шикізатының сығындысына хлороформ және де бірнеше тамшы күкірт қышқылы қосылады. Сол кезде хлороформның қабаты қызғылт сары түске боялады. Сурьма хлоридімен реакция. Алынған сығындыға сурьма хлоридінің хлороформдағы ерітіндісі қосылады. Сол кезде күлгін түске боялатын қызыл бояу пайда болады. Санье реакциясы. Бұл кезде сығындыға ванилиннің 0,5% спирт ерітіндісі қосылады. Концентрленген күкірт қышқылының бірнеше тамшысын қосып, су моншасында қыздырылады. Қызыл немесе сары түс пайда болуын байқауға болады. Және де бұл жерде түсті реакцияларға біз Либерман-Бурхард реакциясын жатқыза аламыз. Ол стероидты сапониндерге арналған уксус ангидриді және де күкірт қышқылын қосқан кезде бізде қызыл түсті бояу пайда болады. Ары қарай көк немесе жасыл түске ауысады. Келесі бұл бізде құрамында сапониндер бар дәрілік өсімдік шикізатының сандық анықтау әдістері. Сандық анықтау әдісі сапониндердің биологиялық және физикалық қасиетіне негізделген. Гемолитикалық индекс және көбіктік санды анықтау және де физика-химиялық әдістер жатады. Физика-химиялық әдістерден гравиметриялық, титрлеу және де фотометриялық әдістер қолданылады. Стероидты сапониндерді анықтау үшін көбінесе калориметриялық және де спектрофотометриялық талдау әдістері қолданылады. Ал тритерпенді сапониндерді анықтау үшін потенциометриялық титрлеу әдісі қолданылады.
Гемолитикалық индекс дегеніміз ол эритроциттердің толық гемолизін тудыратын, зерттелетін заттың ең аз мөлшері болып табылады. Гемолитикалық индексті анықтау сандық анықтаудың бір биологиялық әдістердің бірі болып табылады. Бірақ бұл кең таралған және нақты әдіс деп біз айта алмаймыз, өйткені эритроциттердің гемолизін дәрілік өсім шикізатының құрамындағы басқа да қосылыстар шақыруы мүмкін. Алайда бұл әдіс туралы айтып кетуіміз қажет. Сапониндердің биологиялық қасиетіне негізделген. Ол үшін тәжірибеге бізде 9 пробирка қолданылады. Алдымен дәрілік өсім шикізатынан сығынды аламыз. Сол сығындыны 9 пробиркаға бөліп құямыз. Әр пробиркаға құйған сайын сығындының мөлшері азая түседі. Бірінші пробиркаға 0,9, келесі пробиркаға 0,8, 0,7, содан әрі ең соңғы 9-шы пробиркаға сығындымыздың 0,1 мл мөлшері құйылады. Содан кейін әрбір пробирканы изотоникалық ерітіндімен 1 мл-ға дейін жеткіземіз. Әрбір пробиркаға 1 мл эритроциттердің суспензиясы құйылады және шайқалады. 24 сағаттан кейін гемолиз қандай пробиркада болғанын бақылайды. 9 пробирканың ішінде біздің зерттеліп жатқан сығындымыз сұйылтылған, изотоникалық ерітіндімен және де әрбір пробиркада бізде эритроциттер суспензиясы бар. Біз тәжірибе нәтижесін 24 сағаттан кейін бақылаймыз. Егер де гемолиз ең соңғы пробиркада болған жағдайда, біз бастапқы алынған сығындыны 10 есе изотоникалық ерітіндімен сұйылтып, қайтадан тәжірибені жоғарыда жаңа айтылып өтілгендей қайтадан өткіземіз. Толық гемолиз болған пробирканы қалай тануға болады? Гемолиз деген жалпы қай пробиркада гемолиз өткенін байқаймыз. Гемолиз өткен пробирка ашық қанық қызыл түс және де түбінде ешқандай тұнбасыз болу керек. Осылайша біз жаңағы эритроциттердің толық гемолизін шақырған, зерттеліп жатқан сығындымыздың, дәрілік өсім шикізатын сығындымыздың ең аз мөлшерін табамыз. Бұл бізде гемолитикалық индекс деп аталады. Келесі құрамында сапониндер бар, дәрілік өсімдік шикізаттары, олардың химиялық құрамы және де медициналық қолданылуы. Ең бірінші бізде құрамда стероидты сапониндер бар, кең таралған дәрілік өсім шикізаты. Бұл диаскория тамыр сабақтары мен тамырлары. Корневища с корнями диаскории. Ризомата кумрадицибус диаскория. Диаскорияның түрлері өте көп. Соның ішінде біз өтіп жатқанымыз Непон диаскориясы, жағыда Кавказдық диаскория деген өсімдік бар. Химиялық құрамында өте көп мөлшерде, соның ішінде 17% стероидты сапониндердің жиынтығы кездеседі. Медициналық қолданылуы сол құрамда стероидты сапониндерге байланысты, көбінесе атеросклерозда гипохолестеринемиялық препарат ретінде қолданылады. Стероидты сапониндер олар жаңағы атеросклерозда көбінесе қолданылады, холестеринді төмендетеді және де глюкокортикоидтарды, соның ішінде кортизонды синтездеуге тиімді шикізат көзі болып табылады. Бұл стероидты сапониндердің биологиялық әсері. Келесі өсімдік бұл миотамырлары, радицис глицеризі. Химиялық құрамында глицеризин қышқылы бар, өте көп мөлшерде. Миотамырының құрамында тритерпенді сапониндер кездеседі және де медициналық қолданылуы көбінесе миотамырлары қақырық түсіргіш, жөтелге қарсы дәрілік препарат ретінде қолданылады. Әртүрлі таблеткалардың сироп түрінде кездеседі және де сонымен қатар сыртқа қолдануға да болады. Әртүрлі дерматиттерде, экзема, жараларда, аллергияларда қолданылады. Келесі өсімдік Major aralia тамырлары, радицис aralia. Химиялық құрамында аразолиттер деп аталатын тритерпенді сапониндер бар. Бұның құрамында да тритерпенді сапониндер кездеседі. Сондықтан әртүрлі депрессияда, жүйке жүйесі мен эндокринді бездердің қызметін бұзылуында көбінесе тұндырма ретінде қолданылады. Және де аралияның сапарал деген препараты кең таралған. Бүйрек шай жапырақтары, фолия ортосифония стамини. Бұның химиялық құрамда урсол қышқылы кездеседі және де тритерпенді сапониндер болып табылады. Медициналық қолданылуы несеп айдайтын бүйрек дерттерінде, жаңағы әртүрлі ауруларында, несеп тас ауруларында қолданылады.
Көкшегүл тамыр сабақтары мен тамырлары Rhizomata cum radicibus polemoni. Бұның химиялық құрамында 20-30%-ға дейін трiterпен сапониндері кездеседі. Медициналық қолданылуы жөтелге қарсы қақырық түсіргіш, седативті, диуретикалық әсерге ие болып табылады. Кәдімгі женьшень, панакс гинсенг. Бұның шикізаты ретінде бізде тамырлары қолданады. Құрамында трiterпен сапониндері, соның ішінде панаксазиттері кездеседі. Және де медициналық қолданылуы бұлар адаптогенді, сергітетін әсер көрсетеді. Физикалық және психикалық шаршау барысында, жүрек қан тамыр ауруларын бұзылу кезінде кеңінен қолданылады. Кәдімгі атбас талшын Aesculus gippocastanum. Химиялық құрамында күрделі химиялық құрылым бар трiterпен гликозиді эсцин деген кездеседі. Медициналық қолданылу соған негізделген. Күре тамыр қан тамырларын тонусын арттырады, көк тамырдағы қан айналымын жылдамдатады, тромбозға қарсы әсер етеді. Оның эскузан деген препараты бар, ол жаңағы аяқтағы көк тамырдың микроциркуляциясын жақсартады. Келесі өсімдік дала қырықбуыны Equisetum arvens, қырықбуын шөбі Herba equiseti. Химиялық құрамында эквизетанин деген сапонин бар, ол да трiterпен сапониндерге жатады. Соған байланысты ол зәр шығаруды жақсартады, қабынуға қарсы әсер көрсетеді және де қорғасынды денеден кетіруге көмектеседі. Егер де қорытындылай кетсек, стероидты сапониндердің биологиялық әсері бойынша олар атеросклерозға қарсы қолданылады, гипохолестеринемиялық әсер көрсетеді. Және де гликокортикоидтарды, соның ішінде кортизонды синтездеуге арналған тиімді шикізат көзі болып табылады. Ал трiterпенді сапониндер, олардың биологиялық әсері қақырық түсіргіш, жөтелге қарсы, сергітетін, адаптогендік, несеп жүргізетін, микробқа қарсы, қарнуға қарсы және де артериалды қысымды төмендететін әсерлерге ие болып табылады. Несеп жүргізетін және де мысалы картосифон шөбін айтып өткенбіз, көкшегүл өсімдігін айтып өткенбіз, олар зәр жүргізетін, несеп айдайтын әсер көрсетеді. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.